Сәлем достар, менің атым Серікбай Самат. Бүгін мен ұмыт қалған балауыз жайлы ертегі айтып беремін. Бір күні бір балауыз сөренің ішінде ұмыт қалып жата беріпті. Ол өзінің қашан кәдеге жарарын күтіпті. Ол бірақ өзінің үмітін ешқашан үзбепті. Ол құр жата бермей, үйдегі тіршілікті бақылапты. Ата-анасы жұмысына барады, ал балалар сабақ оқиды. Ал кешке отбасындағы адамдар қолдарына бір смартфон алып, соған көшеді. Ал балалар смартфоннан жалығып кетсе, компьютерге көшеді. Ал ата-аналар телевизордың алдына отырады. Сөйтіп балауыз отбасының сөніп бара жатқан жылуын байқапты. Сондықтан балауыз бұл отбасыға көмектескісі келеді, шынымен де. Сөйтіп балауыз армандайды. Сөйтіп бір күні далада қатты боран соғады. Сол кезде қаттылығы соншалық боранның электр шамының барлығы өшіп кетеді. Сөйтіп барлығы анасы айтады. Мына бір сөрелердің ішінде бір балауыз жатып еді. Сол балауызға іздейші дейді. Сөйтіп ақыры бәрі смартфондардың жарығымен іздейді. Ақыры тапқанда смартфондардың қуаты сөнеді. Сол кезде бәрі тып-тыныш отырады. Сол кезде отағасы: осылай тып-тыныш отыра береміз ба? Мен сендерге өзімнің кішкентай кезімдегі алғашқы атқа мінгенімді айтайын дейді. Сөйтіп балаларым бір күлдіреді. Ата-анасы да, анасы да өзінің кішкентай кезіндегі көйлек тігемін деп үлкен матаны кескілеп тастағанын айтады. Ал балалар болса өзінің мектептегі қызықтарын айтып береді. Сол кезде балауыздың қуанышы қойнына сыймай, өзінің бүкіл ішіндегі нұрын төгіп жана береді. Сөйтіп кішкене лап-лап етіп жана өше жөнелгенде электр шамы да жанады. Бірақ бұған отбасы мүшелері аса қуанбайды. Өйткені олар балауыздың жанында тағы да әңгімелескісі келді. Сөйтіп осы күннен қатты әсер алған отбасы мүшелері кей кезде бүкіл электр шамын өшіріп, балауызды қосып, бір-біріне сырласатын болыпты.